31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі ояу, берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын тұғын нәрселер. 21-ші қара сөзі. Аз бар көпте. Адам баласы бір түрді мақтаннан аман болмаға қиыныз. Сол мақтан деген нәрсенің мен 2 түрлісін байқадым. Біреуін атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін-өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни надан атанбастығын, жеңіл атанбастығын, мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамша, өсекші, өтірікші кесілді осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзінің оңдайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе, мейлі білсін, жаман дегізбесем екен деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген. Біреуі демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса да, десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кезеді. Ұмытпақ түгіл, істекендік те ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі 3 түрлі болады. Біреуі жатқа мақтан мақтан іздейді. Ол надан, ләкин надан болса да адам. Екіншісі өз ен ішінде мақтан іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, я өз ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтан іздейді. Ол наданы, ләкин өз адам емес. Жатқа мақтаса екен деген, елі мақтаса екен дейді. Еліме мақтаса екен деген, ағайыным мақтаса екен дейді. Ағайын ішінде өзі мақтау іздеген, өзіңді өзі мақтап жетем дейді. 20-ші қара сөзі. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгермейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жарар болған нәрсе. Оны өзі адам іздеп тапқан емес. Оған егер білеріксе, адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкініп, тастап кетсеңде, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел ойлады баласы байқасады. Осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен. Тамақтан да, күлкіден де, топтан да, тойдан да, қатыннан да, көңілі аз ба, көп пе жалығады. Ол үшін бәрі қайын көрінеді. Көңілі бұдағдан да суи бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды, адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмаққа берген жоқ. Енді көңілі қайдан бір қалыпты тұра алады. Бірақ осы жалығу деген нәрмені, көрем дегендер, көп көргендер, бағасын дәнін, бәрінен де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалық ғұмырдың баянсызын біліп жеткен, әр күннің, ақырының, шолақтығын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. 6-ші қара сөзі. Қазақтың бір мақалы өнер алды бірлік ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қай елде болады, қайтсе аты болады білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болса байлықтан не пайда, кедейліктен не залал, ағайын алмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға, бірлік малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларды жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Немесе Құдайдан тілмейді, шаруа іздемейді. Әуелі бірін-бірі алдауын аман іздеседі. Оның қай жеріне бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол жан кеудеден шықпағандықтан ба? Жоқ. Ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлік қымбат көріп бұлданған адам өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. 9-ші қара сөзін ұсынамын. Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Уа, әр нешік бойларынан адам жақсы көрерлік. Я көңілге қиянат қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді.
оны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса мұнысы бар ғой деуге жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге жөнделер, үйренер дейтін үмітім де жоқ. Бұлардың бірі де жоқ. Бұл қалай? Бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да, анық тіріде емеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен себептен бе білмеймін. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлдекімдікі. Қайратты күнімде қазақты қиып, өзге жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп, үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітімді үзген кезде, өзге жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат жалын сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген қос кеудемін. Тегінде ойлаймын, бұл да жақсы. Өлер кезде, әттеген-ай, сондай қызықтарым қалды-ау деп, қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай өлуге.